Бүгінгі ауыз ашар Алматы қаласындағы Нұрлы мешітінде әдеттегідей Нұрлы мешіті мінекей сулар мен құрмасын кәдімгідей кептелсе тұрған машиналарға таратамыз. Жолға 300-400 ар жақ бер жағында таратамыз. Жалпы Рамазан айында осы пробкада тұрған адамдарға бір 10 мыңнан асатын су таратамыз. Ал жалпы тағы да 20 мың суы биылға дайындағанбыз. Оны бөлек тағы басқа жерлерге тараттық. Мына сыртын бәрін қаптап, жылығып істеп қойыпсыздар биылдықта. Иә, биыл енді күнде 150 адамға, күнде 150 адамға. Күнде 150. Күнде. Рамазанның енді арасында болып қалады енді. Мысалға бүгін ертең мейрам кездерде біреулер ағайын туысына барады дегенде бір 15-10 адамның арсы берсе болып қалады. Әйтпесе күнделікті 150 адам. Бұлай жұмыс күндері толады ғой. Аллаға шүкір, Алла разы болсын. Қасиетті Рамазан айында пайғамбарымыз хадисінде айтқандай, ораза ұстаған адамның аузын аштырса дейді. Міне қаншама ораза ұстаған адамдардың аузын аштырып жатқан әрбір жанға ораза ұстағанның сауабындай сауап беріледі деген екен. Алла Тағала осындай сауапқа таласатын, сауапты көптеп жинайтын, өзге айдан ерекшеленген қасиетті ай ғой. Сондықтан осы айда баршамыздың бар мүмкіндігіміздің шеңберінде еселеп сауапты алуды нәсіп етсін. Ораза ұстаумен, тарауих оқумен, ауыз ашармен, қайыр садақа берумен, зекет берумен, пітір берумен кімге қандай мүмкіндігің бар, соның шеңберінде жасап сауаптан алуды нәсіп етсін баршамызға. Алла разы болсын. Мешіт салынып жатыр жаңа. Мына жерде дәу жаңа мешіт салынып жатыр. Келесі жылы Алла нәсіп етсе, дәу мешітті күтеміз ғой Рамазан. Келесі жылы Рамазанды күтеміз. Құрбан айттан кейін бұл жаңа мешіт 1000 адам сыйымдылығы. Ол ашылады Құдай қаласа. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Табақтарымызға, ізденуімізге енді жоқ, менде жауап берейін. Әспеттеп, мына жанымда үлкен мешіт салынып жатыр екен. Ол мұсылмандардың білімін жетілдірді.